Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жартылай дайын өнім фрикадельке дайындаймыз. Ол үшін бізге керек заттарымыз: пиязымыз, тартылған етіміз, тұзымыз қажет және де қара бұрыш қажет. Ең алдымен пиязымызды аршып, жуып тазалап алып, осылай өте ұсақ етіп турап аламыз. Егер сіздерде блендер болса, пиязды сонымен ұсақтап алған дұрыс. Туралынған пиязымызды ыдысымызға салып, қолымызбен әбден мұжып аламыз. Үстінен тартылған етімізді қосып, және дәміне қарай тұз қосамыз. Жарты шай қасық қара бұрышты қосамыз. Араластырып аламыз. Бір келкі болғанша араластырып отыру керек. Енді қолымызға осындай қолғап киіп, шай қасықпен алып отырып, екі қолымызбен дөңгелете отырып формаға келтіреміз. Дөңгелетіп алынған фрикаделькелерімізді тақтайғаша жайғастырып шығамыз. Барлығын осылай тақтайымызға тізіп шықтым. Енді мұны мұздатқышқа 1 немесе 1,5 сағатқа қатырып қоямыз. Дайын қатырылған фрикаделькелерді осындай арнайы ыдыстарға, контейнерге салып, мұздатқышта ұстауға болады. Кез келген уақытта, кез келген тағамға қосып жіберсеңіздер, сіздің уақытыңызды үнемдейсіз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте ыңғайлы және де уақытыңыз үнемді болады.